Баршаңызға сәлем, бұл Family Day каналы, Стамбулға саяхат, екінші күн. Бүгін біз Сұлтан Ахмет саябағындағы ескі ипподром, Сұлтан Ахмет мешіті және Айя София мешітін аралайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сұлтан Ахмет мешітінің маңындағы бұл саябақ кезінде үлкен ипподром болған. Ол 203 жылы салынған, ұзындығы 470 метр, ені 118 метрді құраған және ішкі сыйымдылығы 100 мың адамды қамтыған делінеді. Қазір әрине бұл жердің кезінде үлкен ипподром болған елестету қиын, бірақ бұл күнге дейін екі Феодосия обелискі, египеттік және жылан бағанасы сақталып қалған. Оларды көрген әрбір адам бұл бағаналардың расында ғасырлар бойы тарихты көргендігін түсінеді. Осман империясының билігі кезінде ипподромдағы бағаналар және де баспалдақтар оның маңындағы Сұлтан Ахмет мешітінің құрылысына қолданған делінеді. Оны мешітті қоршайтын қабырғадан байқай аламыз. Ол қабырғаның негізі кезіндегі ипподромда адамдар отыратын баспалдақтың бірінші баспалдағы екен. Саябақтағы тығақпас арқылы Сұлтан Ахмет мешітінің ауласына кірдік. Мешіттің сапалы материалдардан салынғаны бірден көрінді. Себебі бұл мешітті адамдар әлі күнге дейін намаз оқуға пайдаланады екен. Сұлтан Ахмет мешітін Ахмет Сұлтан 1609 жылы салып бастап, 1616 жылы бітірген екен. Мешітті салуға қаражат ортақ қазынадан бөлек сұлтанның жеке қазынасынан да алынған. Мешітке кіру үшін ердің де әйелдің де әурет жерлері жабық болу керек. Егер сізде жабық киім болмаса, оны мешітке кірер алдында осылай тегін алсаңыз болады, және мешітке кірмес бұрын аяқ киіміңізді міндетті түрде шешіп кіру керек. Сұлтан Ахмет мешітінің жалпы аумағы 4600 метр квадрат болса, намаз оқитын аумақ 2700 метр квадратты құрайды. Оған қарапайым туристер кіре алмайды, тек намаз оқитын жандар ғана кіріп намаз жасай алады. Мешіт аспа шамнан бөлек 260 терезеден жарықтандырылады. Мешіттің архитекторы атақты мемар Синанның шәкірті Седефкер Мехмет аға. Сұлтан Ахмет мешітінің екінші атауы Голубая мечеть. Оның олай атауы себебі мешіттің дизайнында өте көп ақ, көк, көгілдір түстердің қолданылуынан байланысты. Және тағы бір қызықты факт Сұлтан Ахмет мешітінің мұнараларынан байланысты. Мешіт 6 мұнарадан тұрады. Ол сол кездегі бас мешіт Меккеде орналасқан Аль-Харам мешітінің мұнараларымен бірдей болып қалған екен. Ислам дінін ұстанушылар бұған көп наразылық танытқандықтан Ахмет Сұлтан Меккедегі Аль-Харам мешітінде 7-ші мұнараны салуға да ақша бөлген екен. Мешіттен шыққан соң қайта Сұлтан Ахмет саябағына түсеміз. Саябақта атақты неміс фонтаны орналасқан. Оны 1898 жылы Стамбулға келген сапарында Кайзер Вильгельм II Абдулхамид II сұлтанға сыйлыққа берген екен. Ол Германияда құрастырылып, толықтай 1900 жылы Стамбулға Сұлтан Ахмет саябағына келіп орналастырылыпты. Бұл жерден су әлі де ағады, бірақ өте тұзды су болғандықтан ішуге кеңес бермеймін. Біз келетін келесі жер Айя София мешіті. Ең алдымен қызымызды жақсылап тамақтандырып алдық және билет алуға келдік. Бірден айтайын, мұндағы билеттер туристерге және жергілікті түріктерге екі түрлі, өздерінен бағаны туристерге 10 есе қымбат сатады. Және сіздерге кеңес, билетті алып сатарлардан алудың қажеті жоқ. Онанда кезекке тұрып, билетті арнайы кассалардан алған әлде қайда дұрысырақ. Қазіргі Стамбул қаласы кезіндегі Византия империясының астанасы Константинополь қаласы болғаны барлығына мәлім. Қазір Айя София мешіті орналасқан жерде 324-337 жылдары Константин шіркеуі орналасқан екен. Ол жер сілкінісі салдарынан қирағаннан кейін өз күшін әлемге көрсету мақсатында 537 жылы Юстиниан әлемде жоқ ең үлкен шіркеу салу мақсатында Айя София мешітінің құрылысын бастатқан екен. Көптеген ғасырлар бойы Айя София басқыншылар, өрт, жер сілкінісі салдарынан бірнеше мәрте қирап қайта салынады екен. 159 жылдың 28-29 мамыр күндері түрік сұлтаны Мехмет II Константинопольге шабуыл жасап, Айя София мешіті ол кезде шіркеуде көптеген адамдар, яғни христиан дінін қолданушылар дұға жасап жатқан екен. Және де түрік әскерлері Айя София шіркеуіне сол кездегі кіріп келген кезде сол адамдарды өлтіріп, олардың жасап жатқан дұға аяқталмай қалған екен. Ертесіне 30 мамыр 1959 жылы Мехмет II сұлтан Айя София шіркеуін мешітке айналдырып, алғаш рет азан шақырып намаз оқылады екен. Сонан бері ол мешітке айналған екен. Әрине, одан кейін қаншама сұлтандар оның құрылысын өзгертеді, себебі жер сілкінісі салдарынан ол бірнеше мәрте бұзылатын болады. 1934 жылы Түркияның алғашқы президенті Ататүрік Айя София мешітін музейге ауыстырады.
Мешіт статусынан алынғаннан кейін 1931 және 48 жылдары Айя Софияның ішіндегі кезіндегі жасырылған христиан дінін насихаттаушы суреттер, мозаикалар қайта қашалып сыртқа шығарылады және 2020 жылға дейін туристер ол суреттерді мозаикалардың барлығын көре алады. Бірақ 2020 жылы Түркияның президенті Ердоған қайта Айя Софияның статусын мешітке ауыстыру шешімін қабылдайды. Солай қайтадан ол суреттер мозаикалардың беті жабылады. Алдарыңыздағы видео Айя София музейінде түсірілген видео. Алдарыңызда көрсетіліп жатқан видео Айя София музейінде түсірілген видео. Музейге әрбір туристке өз тілінде аударып отыратын арнайы құлаққап беріледі және ол арқылы сіз әр залда 3-ті 5-ті форматындағы видеолар арқылы Айя Софияның қалай пайда болғандығы, кім салғандығы туралы тарихын біле аласыз. Бірінші мешітке бармас үшін музейге кіріп шығатын болсаңыз, мешітке кірген кезде барлық оқиғаларды бір-бірімен байланыстыра аласыз. Бұл менің сіздерге кеңесім. Ал келесі видеода Сұлтан Сулейман Хюррем сұлтан өмір сүрген Топкапы сарайы туралы болады. Міндетті түрде қызықты мәлімет жіберіп алмас үшін парақшама тіркеліп алыңыздар. Келесі бөлімді күтіңіздер. Комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.